Елордада тұңғыш рет Алихан Мақсұт атындағы Робозерде 2023 бірінші қалалық робототехника фестивалі өтіп жатыр. Жанымызда дәл қазір лабиринт, биатлон кіші санат және биатлон үлкен санат қатысушылары өз жобаларын қорғауда. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда роботтардың түр-түрі бар. Биылдан бастап дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын сайыс өмірден ерте озған дарынды оқушы. Физика, робототехника салалары бойынша республикалық, халықаралық пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобалардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Жас ақын Алихан Серікзатұлы Мақсұттың есімімен аталады. Елорда мектептерінің дарынды оқушылары қатысқан бұл бәсекеде ұсынылған инновациялық жобалар мен өнертабыстар жетерлік. Осы үй бізді бөтен адамдардан қорғайды, міне. Яқта біздің машинеміз тұрғанда, басқа бір адам, бөтен адам келіп, оны ұрлап кеткісегенде, осы датчик сканер етіп, егер ол басқа адам болса, оны ата бастайды, міне. Міне. Адамды атады, иә? Иә, иттің даусымен үре басқанда предупреждение етеді, қашыңдар деп. Бірақ олар қашпағаннан кейін ата бастайды, міне. Желден ол қуат алады. Және ол мынау батарейкаларға жиналады, үйге қуат береді. Яғни құрметті көрермен, көргеніміздей, мұнда жел генераторы арқылы бүкіл үйге шатырынан бастап ауласына дейін энергия көзі, яғни жарық берілсе, екінші қызметі ұрылардан қорғау қызметі іске қосылған. Мен